Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар және әріптестер. Әрбір азат елдің өзінің тәуелсіздігін білдіретін басты белгілері болады. Солардың бірі мемлекеттік рәміздер. 1992 жылы 4 маусымда егемен еліміз Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қабылданды. Олар Қазақстан Республикасының гимні, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы, Қазақстан Республикасының туы, Қазақстан Республикасының ата заңының 9 бабында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері, туы, елтаңбасы және гимні бар делінген. Сондай-ақ осы заңның 34 бап 2 тармағында әркім республикамыздың мемлекеттік нышандарын құрметтеуге міндетті делінген. Олай болса, өз еліміздің мемлекеттік рәміздеріне тоқталып өтейік. Мемлекеттік туымыз бірыңғай көгілдір түсті. Күн, қыран, ою-өрнек алтын түсті. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Елтаңба. Елтаңба негізі шаңырақ. Ол елтаңбаның жүрегі. Шаңырақ мемлекеттік түп негізі отбасының бейнесі. Шаңырақ күн шеңбері, қанатты тұлпар, уақыт пен кеңістікті білдіреді. Ол өлмес өмірдің бейнесі. Бесбұрышты жұлдыз бағытың ашылсын, жұлдызың жарқырай берсін деген асыл тілекті айқындап тұр. Қазақстан жазуы қазақ елінің айғағы. Елтаңбаның авторы Жандарбек Мәлібеков, Шотамат Уәлихан. Әнұран 2006 жылы 7 қаңтарда Қазақстан Республикасының жаңа әнұраны қабылданды. Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әні Қазақстан Республикасының әнұраны деп жарияланды. Кезінде Жұмекен Нәжмединов жазған ән сөзіне елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен кейбір түзетулер енгізіліп, әнұран авторлары Шәмші Қалдаяқов, Жұмекен Нәжмединов, Нұрсұлтан Назарбаев. Әнұран салтанатты жиындарды, мәжілістерді, жаңа ғимараттар, ескерткіштер ашылғанда орындалады. Әнұранды орындағанда міндетті түрде тұрып, қолыңды жүрек тұсыңа қойып, айту елге құрмет болып саналады. Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу тәуелсіз Қазақстанның әрбір азаматының міндетті борышы. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу елді, халықты, тарихты, әдет-ғұрыпты, салт-дәстүрді қастерлеу болып табылады. Еліміз әрқашанда тыныш болсын, еліміздің егемендігі жасасын. Қазақстан Республикасы туымен тұғырлы, елтаңбасымен елеулі, әнұранымен айбатты бола берсін. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.